Армағайын эфирде тек арнасы. Біз бүгін Қарағанды облысы Нұра ауданына келіп тұрмыз. Мұнда Нұржан Жұмабеков деген азаматтың арызын тыңдамақпыз. Нұржан, мәселені бастап айтып берсеңіз, не себеп болып отыр бұлдай арыздануға? Бұл 25-ші жылы, 24-ші жылы болған жер конкурсындағы комиссияның қорытындысына көңіліміз тоймай отыр. Басты себебіміз осы. Бұл негізі жаңа 23-ші жылы отырыс барысында жер комиссиясында болған адамның Алибеков Ерболдың жұбайы жеңіп алды бұл отырысты. Онда қаншама заңға қарама-қайшылық мәселелер орын алды. Және соған әділді жеңіп алғанына күмәнім бар болып тұрды. Не себепті өйткені отырыс барысында екі-үш рет санкцияланбаған үзілістер болды. Бұл лотта 23-ші лот болар кезде бұл кісі әрине залдан шығарылды, жұбайы қатысып отқан себеппен. Бірақ қалған лоттардың бәріне қатысып, шешім қабылдауға атсалысып отырды. Сол себепті басқа жаңағы комиссиялар мүшелерімен тілдесуге мүмкіншілігі болды да, соған күмән болды. Енді бұл комиссияның шешімін арғарай арыздан ізденіп көрдіңіздер ме? Біз сотқа жүгінген болатынбыз. Біздің жергілікті сотқа арызданған болатынбыз. Ол жаңағы межрайон административный сотқа берілді. Онда біздің талап-арызымызды орындамай, шешім жауап беруші тарапқа жеңісін сол жаққа берді. Сот барысында әкімдік өкілдері, жер бөлімі, жалпы олар қандай пікірде болды? Олар сіздердің арыздарыңызды қолдады ма, әлде қарсы болды ма? Жоқ, жер басшысы жаңағы біздің арызымызды қолдап отыр. Ал бірақ әкімшілік тарапынан жаңағы сол жақтың заңгері бізді қолдамай отқан сол жақ. Бәрі заңды болды, бәрі әділетті болды деп отқан пікірлері бар. Ал жалпы жер маманы біздің арызымызды қолдап отыр. Талап арызды қолдады деген сол кездегі жер бөлімінің басшысы Қуаныш Теміров бүгінде Нұра ауданы әкімінің орынбасары. Ол соттағы айтқанын қайталап айтып берді. Дауға себеп болған жер комиссиясының отырысында жіберілген заңға қайшы жағдайларды да тізбеледі. Если мы свою позицию по отделу земельных отношений высказали, исковые заявления поддержали, но в суде шешім басқаша шықты. Позицию сказали, что были ряд нарушений при проведении земельной комиссии. Соны біз айттық. Нарушение было, что у нас были перерывы. То есть видеозаписи не прерывалось, но были перерывы. В земельном законодательстве прописано, что непрерывно должно быть. Кабинеттен шығып кетті. Кабинеттен шығып кетті. Кабинеттен шығып кетті. Ол жерде видеозапис жоқ, кабинеттен шыққан жерде. Бар. Жоқ, кабинеттің сыртында. Жоқ. Басқа лотқа бойынша комиссия мүшесі болып отыр. Қасындағылар тоже бірге комиссия мүшесі. Ол комиссия мүшелерінің бұл кісінің әсер ету мүмкіндігі болды ма? Жоқ, болған жоқ. Сіз жүзбай сезінесіз, я считаю так, по закону, жазам түрде. Сол комиссияның шешімін заңды деп санайсыздар ма? Сот бойынша заңды айтып жатыр. Ал сіздер өздеріңіз жер бөлім басқарған адам ретінде осы аудандық әкім орынбасары ретінде салаға жауапты. Заңды деп санайсыздар? Мы позицию свою сказали в суде. Мы поддержали исковые требования истцов. Если его отменят, то, конечно, мы будем исполнять его. Заң вы будете проводить? Да. Жауап беруші ретінде сотқа қатысқан жер бөлімінің өкілі талап арызды қолдаса да, соттың шешімі басқаша шығуын қалай түсінуге болады? Аудан әкімдігінің заңгері мен даулы лотта жеңімпаз болған тараптың қарсылығы ескерілді деген күннің өзінде бұл пікір неге қарастырылмады екен деген заңды сұрақ мазалайтыны рас. Бұл сауалды Қарағанды облыстық сотына да жолдадық. Жауабында бірінші инстанция сотының да, апелляциялық соттың да шешімін қолдайтыны жазылған. Комиссия мүшесінің әйелі жеңімпаз болғанда байланысты нақты жауап жоқ. Ал апелляциялық сот алқасының шешімінде ол лот бойынша дауыс беру кезінде аталған комиссия мүшесі залдан шығарылғанын алға тартып отыр. Ең бастысы, дауыс беруге атсалысқан жоқ. Сол себепті заң бұзушылық болмады деген уәж жазыпты.
Алайда ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27 тамыздағы нөмір 359 бұйрығының 3 тарауы 16 бөлігінде өздігінен бас тарту комиссия отырысы басталғанға дейін жазбаша түрде мәлімденуі тиіс деп таспен басқандай етіп жазылған. Тиіс деген сөз сотқа негіз бола алмағаны ма? Оның үстіне біз облысқа шағымдандық. Облыс жаңағы бірінші инстанцияны қолдап отыр. Енді сіздер ары қарай не істейсіздер? Енді біз басқа қазір жоғарғы сотқа арыз дайындап жатырмыз. Апелляция дейді ғой. Сол апелляцияның қазір дайындық үстінде. Қазір келесі аптаның ішінде Құдай қаласа жүктейтін боламыз, жолдайтын боламыз жоғарғы сотқа. Енді сіз нақты өзіңіздің жеңбегеніңізге ренжіп тұрсыз ба, әлде жалпы сол жеңімпаздың жеңгенін? Жоқ, бұл кезде мәселе онда емес. Жалпы мен ұтқаным басқасын. Бұл кезде неге именно комиссия мүшесінің жұбайы ұтады? Неге басқа біз мысалы 23 лоттың өзіне 16 адам ба, 15 адам қатыстық. Неге соның ішіне именно жаңағы кісінің жұбайы ұтады? Сол мәселе бұл кезде қозғалып тұрған. Бұл кезде жеке өз басымды мен қауқалап жақтап тұрған жоқпын. Бұл кезде жаңағы именно сол лотқа қатысады екен, жаңағы именно сол лотты ұтып алады екен. Сол кезде күмәніміз болып тұрды. Әділет Қазақстан дегенге сенесіз бе? Әрине, әлбетте әділет Қазақстанға сенеміз. Ол жаңағы өзіміздің елбасымыз Тоқаевтың жолдауында да көрсетілген. Енді біз заңға қайшы ешқандай әрекет қолданып жатқан жоқпыз, бәрі заң аясында. Жерді алудың негізгі мақсаты неде? Негізгі мақсаты бізде техниканы кіргізіп, бұл жерді өңдеп, бұл жерден өнім алып, бұл жерден мысалы біз қазір 4-5 жылдан бері егін шаруашылығымен айналысып жүрміз. Мысалға қазіргі таңда біз Кертінді деген ауылдың ар жағында Алғабас деген жер бар. Сол жерден жерді жалға алып, сол жерге егін себіп жатырмыз. Неге? Өйткені бұл жерлерде мысалы неге бізге перспектива неде тұр? Бұл мысалы бұл жер Алғабас деген ауыл, мысалы бізден 55 шақырым жерде. Бұл әрі кетсе ауылдан 10 шақырым жер. Бұл кезде мысалы егерде мен ертең шаруашылық бастайтын болсам, мен басқа ауылдардан адам алмаймын. Біздің өзіміздің Нұра ауданынан, Нұра кентінен жұмысшылар аламыз, жаңа жұмыс орны ашылады. Ертең біз келешекте болашағымыз үшін да бұл мысалы өзіміздің жеке басымыздың ғана қамын ойлап отқан жоқпыз да. Ертең осы елімізге, жерімізге қызмет жасайық, осыны өңдейік, табылған пайданы да тағы да бұл жерден қалтамызға түспейді да тікелей. Бұл кезден бірдеңе пайда табатын болсақ, ертең осы жерде әрі қарай өңдеп, өсіп, өніп, жаңағындай бұл жерден тапқан пайданы қайтадан өз жердің өзіне салайық деп тұрдық та біз. Тезірек шешіліп, өңдеп үлгерсек, келесі жылы уже кіретін едік осы жерге. Егін егетін едік. Мысалы, бұл жерді алатын болсақ, біз қосымша техника алатын едік. Үкіметтің қазір қаншама мысалға бізге деген жақсы программалар нелер шығып жатыр да. Өзіміздің атымызда жер болмағаннан кейін біз қатыса алмай тұрмыз ол программалардың, бағдарламалардың бәріне. Неге? Өйткені бұл бағдарлама қатысу үшін бірінші орында жер мәселесі қозғалады да. Сен атында жер бар ма, қанша гектар, соның бәрі. Енді соған қатыса алмаймыз. Неге? Өйткені жеріміз жоқ өзіміздің. Әрі өзің туған жер ғой. Иә, әрім туып өскен жерім, кіндік тамған жерім. Біз бөтен елге барып, сұлтан болғанша өз жерінде ұлтан бол дейді сол. Қолдан келетін шаруа болғаннан кейін осыған бет алып отырмыз. Жақсы Нұржан, рахмет. Енді оңынан шешілсін дейміз, не болса да істің әділ шешілгені дұрыс. Кімдікі дұрыс, енді оны халық төреші өзі айта жатар. Сіздер болған тиек арнасы арнамызға жазылып, осы ақпаратқа титтей де болса көмек созғыңыз келсе, бөлісе отырыңыздар.